Сәлем достар, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге өзімнің қамырды жаю, илеу тәсілін көрсететін боламын. Міндетті түрде менің арнама тіркеліп алыңыздар. Ал енді біз бастайық. Үлкен ыдысымызға ұнымызды салып қоямыз алдын ала. Бөлме температурасында жылы суымызға тұз салып, татымына қарай тұз саламыз. Енді ұнымыздың ортасын сәл шұңғыл етіп, ішіне бір жұмыртқамызды және сұйық майымызды құятын боламыз. Жұмыртқа мен сұйық май құйған кезде біздің тестамыз эластичный болады. Жайған кезде өте жұмсақ болып жайылады және де жыртылмайтын болады. Бұл қамыр мантыға да, ет асқан кезде де қолдана берсеңіздер болады. Енді барлығын араластырып, үстіне суымызды құямыз, тұзды суымызды. Жақсылап отырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз кішкене іртіктеу болуы мүмкін. Июін қандыру үшін ыдысымызға салып, немесе салфанға салып, бетін жауып 20 минутке қойсақ, не осындай болып шығады. 2-ге немесе 3 бөлікке бөліп, тағы да бетін жауып қойып қоямыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, өте жұмсақ, июі қанған. Ең бастысы қамырда июді қандыру қажет. Яғни ерте илеп қойсаңыздар жақсы болады. Осылай әр шетінен басып отырып, жайлап үлкейтеміз қамырымызды, тестамызды. Достар, менің каналыма міндетті түрде тіркеле кетіңіздер. Үлкейтіп алғаннан кейін үлкен оқтауымызға жайып алуымызға болады. Қамырды жайған кезде бір шетінен баса бермеу қажет. Видеода көрсетілгендей әр бұрышынан алып жаясыздар. Ортасын басуға болмайды. Екі шетін басып отырып қамырды жаятын боламыз. Не ешқандай қиындықсыз өте жұмсақ жайылып жатыр. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Мантыға болсын, қамыр тамаққа болсын, нан салмаға, етке өте жақсы қамыр. Достар, егер қамырларыңыздың шеті қалың болған жағдайда, екі жағын осылай бүгіп, көбінесе шеті қалың болып кетеді ғой. Сондықтан еш жерін баспай, екі шетін басамыз. Видеода бары анық көрсетілген. Осылай жайып шығамыз. Сонда шеттері теңеседі. Міне бізде осында қамыр шықты. Ешқандай жері жыртылған жоқ. Өте эластичный. Жасап көріңіздер.